Айдос, кеше жұмысқа барам деп Яндекс арқылы такси шақырам. Такси шақырып, енді жұмыстың мекен жайы Ғабиден Мұстафин көшесі 6/4 қой. Соны терсем Ғабиден деп жазам, міне қараш. Бірақ Қарағандыда Ғабиден Мұстафин атындағы көше жоқ. Бұхар ауданында ауыл бар екен, көше бар екен. Басқа жоқ, Астанада бар екен мінекей Ғабиден Мұстафин көшесі. Бірақ біздің Қарағандыда емес. Қойшы, жарайды, бұл Яндекста ғана шығар деп ойладым да. Мына 2GIS деген бағдарлама бар ғой, қосымша. Соған терем ғой, Ғабиден деп. Сөйтсем, бұнда да жоқ. Міне, ауыл, мектеп, Теміртаудағы Ғабиден атындағы ауыл, бірақ біздің Қарағандының мекен жайы жоқ та. Сонда біздегі Қарағандыдағы Мұстафина көшесі. Қай Мұстафин? Сол көшеге барайық. Міне жұмысқа да келдік. Енді төбеде көрсетіліп тұрғандай Г Мұстафин деп тұр. Бұл анық Ғабиден Мұстафин көшесі. Атаулы көшеде Қасым үйі орналасқан. Біздің Қарағанды облысы рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңсесі осы ғимаратта орналасқан. Сонымен қатар Қасым мұражайы бар. Келіп көруге кеңес береміз. Өздеріңізге айтқандай, біз Қасым мұражайының ішіндеміз. Бұл мұражайда Қасым Аманжоловтың өз қолымен ұстаған, өзінің қаламынан туындаған түпнұсқа шығармалары, және де менің қолымда тұрған телефонмен де Қасым Аманжоловтың өз сөйлескен. Осының барлығын өз көздеріңізбен бір көруге тұрарлық. Айтпай аға, мына Ғабиден Мұстафин көшесі туралы оқырмандарға ақпарат беріп жатқанбыз. Осы Ғабиден Мұстафиннің есімі осынау көшеге не себепті, қандай еңбек үшін берілгенін айтып өтесіз бе? Әрине, оның да өзіндік мәнісі бар. Ғабиден Мұстафин біздің жерлес жазушымыз. Осы Қарағандының төл тумасы. Тіпті шежіре жағынан келсек, осы жердегі Мұрат деген елдің бір тармағынан тарайды ол. Және де осы қазіргі орталық Қазақстанның кезінде оның атауы да Қарағанды полициясы болды, сол кезде жауапты хатшысы болған оның. Және де осы Қарағандыға арнап қаншама көптеген көркем шығармалар жазып қалдырған. Оның бір ғана осы өңірдегі біздің еліміздің, жеріміздің тарихын, шежіресін, таутас, өзен, көл аттарын мағынасын, тарихын терең білгіміз келсек, көз көргендер деген романының өзі неге тұрады. Сондықтан ол біздің жерлес жазушымыз. Осы жерде Спасскте орысша оқып, осы жерде кіндік қаны тамып, осы жерде өсіп өніп, Қазақстан жазушылар одағын басқарған, Қазақстанның қазір ел сүйіп оқитын үлкен классик жазушыларының біріне айналған мемлекеттің ірі тұлғасы, көрнекті жазушы, қайраткеріміз. Абай көшесі мен Ғабиден Мұстафин көшелерінің қиылысында орналасқан осынау ескерткіштің қасынан өткен жүргінші, жолаушы, студент, кез келген жан көзі түскенмен, бірақ арнайылап тұрып, кімнің ескерткіші екенін оқымаған болса керек. Бұл біз айтқан көшеге есімі берілген Ғабиден Мұстафиннің ескерткіші. Біліп жүріңіздер.